Баршаңызға сәлем. Сіздермен духовкада пісетін сосиски в тесте дайындаймыз. Жұп-жұмсақ болып бір жасағаннан шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші ыдысымызға жылы сүтімізді, жылы суымызды құямыз. Барлығы жылы болу керек. Ашытқымызды, тұзымызды салып араластырып аламыз. Үстінен қантымызды, жұмыртқамызды және ерітілген сары майды салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Ұнды мен алдын ала илегіштен өткізіп дайындап алдым. Осы ұннан шетінен аз-аздан сала отырып, қолмен қамыр илейміз. Құрамына қажетті заттардың барлығын төменде описание бөліміне жазып қалдырамын. Міне қамырымыз дайын. Енді осыны көтерілгенше бірнеше уақытқа қойып қоямыз. Міне менікі дайын болды. Және осыны осылай сопақша етіп бірден осылай дайындаймын. Және оны бірнеше бөліктерге кесіп дөңгелектеп аламыз. Барлығын дөңгелектеп алғаннан кейін оқтаумен шамалы ұн себе отырып, орташа қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алғаннан кейін екі жағынан осылай видеода көрсетілгендей кесіп шығамыз. Ортасына шозығымызды салып, екі жағын кезек-кезек қоя отырып, осылай жасап шығамыз. Бұл өру әдісі өте оңай әрі әдемі көрінеді. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Міне барлығын жасап шықтым. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп, алдын ала қызып тұрған 180 градуста қызып тұрған пеште беті қызарғанша пісіріп аласыздар. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сіздерге ас болсын.